табиғатты таза ұстап туған жерді түлетуде әр азаматтың елі мен жері үшін қосар үлесі зор болуы тиіс. Бүгін Төле би ауданында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының бастамасымен басталған Таза Қазақстан, Мөлдір бұлақ акцияларының аясында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біз қазір Қайберен Қырықшілтен әулиесінің бұлағының басында тұрмыз. Осы бұлақтың басын бүгін реттеп, тазалап, осы жерге 250-ден астам ағаштарды егіп жатырмыз. Бұл жерде ауылдың ақсақалдары, колледждің студенттері, еріктілер барлығымыз. Сонымен қатар жалпы Төле би ауданында 100-ден астам бұлақтың барлығының басын тазалап реттеп жатырмыз. Дәл бүгін Шілтер бұлағы, Георгий әулие бұлағы, Нұрата және Жаңғақты бұлақтарының бастарын тазалап жатырмыз. Жалпы осындай тазалау жұмыстары, бұлақтардың көзін ашу жұмыстары бұдан ары қарай жалғасатын болады. Ол барлық республикалық деңгейде жүргізіліп жатқан жұмыс. Осыған байланысты мен барлық еріктілерге, тұрғындарға осы ауылдарымызды, қалаларымызды, көшелерімізді таза ұстап, бұлақтардың басын ашып, елді мекендерімізде ағаш отырғызу жұмыстарын ары қарай жалғастыруға шақырамын.